ауруханада жатқандығымнан бүгін Герольд Бергердің жерлеуіне бара алмадым. Ол кісі өзгеше адам еді. Мына бүгінгі таңда қазақтардың 60%-ға жуығы өз ана тілінде оқи алмайды, жаза алмайды, рухани мүгедекке айналған. Ал енді Герольд Бергер ұлты басқа болса да, діні басқа болса да, бүкіл жан дүниесіменен қазақтың рухына, оның тіліне, басқа да өзге құндылықтарына жан тәнімен берілген адам еді. Ал енді оның енді қаншама жазбаларын оқыдық, енді жұрт олардан көп тәлім алды. Жалпы бүгінгі таңда сорымызға қарай жаңа айттым ғой, қазақтың үлкен бөлігі өз ана тілінде оқи алмайды, жаза алмайды. Ал енді солардың көпшілігі осы Бергерден тәлім алу керек болатын болса. Ал осы Қазақстанда тұрып, қазақтың тілін, оның рухын қадірлеген адам, соның жалпы басқа ұлттың ішіндегі бір ерекше адам Герольд Бергер. Сондықтан оның топырағы торға болсын, ылғи да шындық пен ұлттық мүдде биігінде жұлдызы жарқырап тұрсын. Мен қазіргі кезеңде мынандай бір ұстаным шығардым. Бүгінгі таңда қазақтың үлкен бөлігі шындығын жоғалтып алды. Мысалы, материалдық байлықтың бірінші қатарға шығып, ал адам әтетін рухани құндылықтардың барлығы кейін 30-шы, 40-шы, 50-шы қатарға ысырылуына байланысты бүкіл елдің түсінігі де өзгерді, психологиясы өзгерді. Міне осыған байланысты мен мынадай ұстаным шығардым. Кім шындығын жоғалтып алса, кім ақты ақ, қараны қара деп айта алмаса, сөзі басқа, ісі басқа болса, және ұлттық мүддеге терең тамыр жібере алмаса, 100-ден үлкен жазушы болсын, үлкен ғалым болсын, үлкен ақын болсын, үлкен саясаткер болсын, оның құны көктейін. Мәселен, бүгінгі таңда Қазақстан жазушылар одағының 777 мүшесі бар екен. Сол 777 мүшенің елдік ұлттық мүдде күресінде, тілдік мүдде күресінде бір 10-15-і ғана бізбен бірге. А егер сол ең болмағанда 60-70 адам бізбен бірге жүрсе, билік бізге басқаша көзбен қараған болар еді. Міне, сондықтан қазір кезеңде жаңағы анау ақындардың барлығы, 777 жазушының бары, ұлтты сақтауымыз керек, тілді сақтауымыз керек, сол үшін күресуіміз керек деп жазады. Іске келгенде бәрі үстелдің астына кіріп кетеді. Сондықтан сөзі басқа, ісі басқа адамдар көбейді. Ал Герольд Бергер сөздің адамы еді, сөзімен ісінің арасына айырма салмаған адам еді. Сол үшін мен оны ерекше қазір тұтып едім.